Assalomualaikum dostlar, қалдарыңыз қалай? Бізде бәрі жақсы. Мен бір оқырманым комментария алдыңғы видеоларда жазып кеткен болатын. Инкубаторды қалай жасадың, соның бәрін видеоға түсірші деп. Мен кезінде бір-екі жыл бұрын, бір жыл бұрын видео түсіріп жүрдім ғой, 2021 жылы басында, ең басында. Сол кезде осы инкубаторымды түсірген болатын, қолдан жасалған. Қазір сіздерге көрсететін боламын. Міне бірінші осылай коробка кесесіз. Коробка дегенде пеноплекс ғой. Кесесіз осылай. Крышкасын осылай жасайсыз ғой үшін. Ең оңайы осы сырты. Сырттан сосын не болу керек? Обязательно терезесі болу керек, пластик терезесі. Содан кейін мындай жұмыртқа салатын ыдысы болу керек. Ыдысынан кейін датчик болу керек, температура өлшейтін. Осы датчик болмаса инкубатор сізде жұмыс жасамайды. Ең основной жұмыс осы неде. Көбейтіп азайтып отыратын өзінің несі осы. Қараңыздар, базарларда 1000-2000, 2000-нан сатады. Мен 1000-нан алдым. Биыл 2021-де. Сосын 1000-нан алған болатынбыз. Компьютердің нелері. Ал мұны температура өлшейтіні. Міне мынандай осындай 20 нені сатып аласыздар. Температура өлшейтін қойып қоясыздар. Ал мынау терморегулятор дейді. Мынада қанша болады, сонша басыздар ғой. Мысалға кейбір кездерде алып кетеді. 39 көрсетсе, ана неде датчикте 38 сондай көрсетеді. Ол нормально. Кейбір кезде шайып кетуі мүмкін. Содан кейін мына жерде несі болу керек қазір. Мынандай светі болу керек. Осындай. Сіз вентилятор жасап тұрған вентилятор болса болды. Осы жерлерін шет жақтарын шегелеп тастайсың. Содан кейін болды. Ондай қатты қиын емес. Тек осы терморегуляторы дұрыс болса болды. Ар жағы оңай. Осы достар, осы қош сауыңыздар.